Түркістан облысының орталығы Түркістан қаласының дамуына Шымкент қаласы әкімдігі де атсалысатын болады. Ол үшін Тұран төрінде облыс әкімі Жансейіт Түймебаев пен Шымкент шаһарының басшысы Ғабидолла Әбдірахымов арнайы меморандумға қол қойды. Екі басшы бекіткен келісім ендігі жерде қос қала арасындағы ынтымақтастықты реттейтін болады. Алдағы бейнематериалда толығырақ. Қос әкім салтанатты жағдайда қол қойған бұл құжат Түркістан мен Шымкент қаласы арасындағы сауда айналымы мен мәдени һәм гуманитарлық бағыттағы байланысты берік ету үшін түзіліп отыр. Сонымен қатар елбасының рухани шаһарды ел болып көркейту туралы тапсырмасын жүзеге асыруды көздейді. Түркістан мен Шымкенттің арасы 160 шақырым, арадағы күре және темір жол жан-жақты байланыс жасауға қолайлы. Тарихи жағынан таразыласақ, қос қаланың тамыры тереңде жатыр. Бірақ ғасырға жуық облыс орталығы болған Шымкент қазір елдегі өндіріс өркен жайып, кәсіпкерлік саласы қарқын алған алып шаһар. Енді сол мүмкіндікті пайдаланып, қала билігі жаңадан облыс орталығы атанған Түркістанды түлетуге тер төкпек. Түркістан облысы мен Шымкент қаласының арасында мүмкін әкімшілік шекаралар енді бар шығар, бірақ біз әрқашан бірге боламыз, себебі елді ешкім бөлемейді. Сондықтан Шымкент қаласы әрқашан Түркістан облысымен бірге болады. Біз Шымкент қаласы тарапынан Түркістан қаласында мынау генплан бекіткен соң Жансейіт Қансейітұлы бізге бір тапсырма беріңіз, бір ғимаратты біз Шымкент қаласы соқсын. Өз кезегінде Түркістанға табан тіреген шымкенттік делегацияны облыс әкімі Жансейіт Түймебаев Түркістан қаласының бас жоспарымен таныстырды. Салынатын ғимараттардың үлгісін көрсетіп, қаланың қай бағытта дамитынын көрсетті. Егер қалалық кәсіпкерлер тарапынан қандай да бір құрылыс салуға қызығушылық болса, лайықты қолдау болатынын жеткізді. Шымкент қаласы 3-ші миллиондық қала болып бөлініп шығуы біздің бүкіл өңіріміз үшін үлкен оқиға. Бұны елбасымыз арнайы атап өтті. Шымкент үлкен мегаполис есебінде бүкіл Қазақстанның дамуына үлкен үлесін қосады. Ал енді сондай үлкен мегаполис Түркістан қаласына да, Түркістан облысына да ең жақын ынтымақтас осы көрші есебінде, өзіңіз айтқандай, көмегін беруі, үлкен ынтымақтасып бірлесе жұмыс істеуі біз үшін үлкен оқиға, үлкен мәртебе. Түркістан мен Шымкент арасындағы байланысты берік ету жұмыстары алдағы уақытта да өз жалғасын табады. Ал Шымкент әкімдігі тарапынан облыс орталығында қандай ғимараттың бой тіктейтіні әзірге белгісіз. Түркістан қаласынан Мақсұт Жарылқасын, Талғат Елеубеков, Тұран Ньюс.